Бұл үйдің кенже баласы Дамир. Дамир ұйықтағанды қатты жақсы көреді. Дамир ұйқыбас. Ұйқысынан тұрып, жан-жағына қарап, кешке дейін істейтін тірлігім жоқ деп, қайтадан жатып, ұйықтап қалады. Мұнау үйдің ортаншы баласы Қайрат. Қайрат кино көргенді қатты жақсы көреді. Қайрат киноны кинотеатрдан көрмейді. Оның өзінің кино көретін бөлмесі бар. Сол кеткеннен мол кетті. Қайрат, қашын шығасың? 1 жарым сағаттан кейін. Ұйықтамайын арда. Ал мынау үйдің үлкен баласы Елдос. Елдос тамақ жегенді қатты ұнатады. Мен деп орнынан тұрады да, қайтадан қарны ашып, тамақ жеуге отырады. Үшеуі үш түрлі болғанымен, үшеуінің ұқсайтын бір жері бар. Бір үйдің балалары. Болды Қайреке, сен кезең. Братишки, давайте тез. Срочно ақылсыз әңгіме бар. Короче, былай, срочно біреуімізге үйлену керек. Мен күлетін әңгіме айтқан жоқпын, жігіттер. Мамаға келін керек. Конкретно суйфа жасаймыз, кім ұтылады, сол үйленеді, давай? Давай, кеттік. Давай, братан. Маған үйленуге болмайды. Мен түрім табақтай, қарным қабақтай, маған нормальный қыз қарамайды. Давай, кеттік, қайта суйфа. Братан, маған үйленуге болмайды? Менде жұмыс жоқ. Үйім жоқ, братан. Басында бір не жоқ. Кредит жетеді, братан. Болмайды, братан. Давай, онда қайта суйфа. Кел ал. Суйфа. Болды, үйленесің. Үйленбеймін. Давай. Не үшін үйленбейсің? Түрің нормальный, қарның жоқ. Жұмысың бар, кредитің жоқ. Вот именно, үйленіп бол. Агалар, зато мен голубоймын. Ағалар, по идее мен ойнамайттым ғой. Бауырлар, сүйінші балалар, камон, тез. Мама бізге қыстық киімдер алыңдар деп 100 000 теңге берді. Новый киім алып, міне, ровно 3-ке бөлем. 10 000 саған, 10 000 саған, қалғаны. Сонда 10 000. Братан 10 000-ға не аламын сен мамаға? Не алам. 10 теңге куртка аласың, сосын бүкіл Қайраттың ескі киімдерін кие бересің, болды. Братан, мақылма менің бүкіл киімдерін киет. Наған 10 000 теңге куртка аламын да, содан мен тыр жаңа жүрейін ба? Жоқ, сен менің ескі киімдерін кие бересің. Қатасың сен, братан, сенің киімдерің маған сыймайды да ғой. Ал менің киімдерім, братан, Дамирге тура келеді. Давай, братишка. Братан, қыз болып туылсам керек, мама. Короче, біздің маманың туған күні бүгін. Давайте сол мамаға мықты подарок жасайық. Давай, братан. Мен мама армандап жүрген анау алтын сақина бар еді ғой. Сол таптың 45 000 теңгеге ортадан ақша шығарайық та, соны сатып алып подарок етіп жіберейік. Давай, сен 25 шығар, сен давай 20 000 шығар. Итак шығып тұр ғой екеуміздің ақшамыздан. Сонда не сен шығармайсың ба не, братан? Жоқ, негізі ол алтын 75 000 теңге тұрады. Мен оны скидкамен 45 000 теңгеге түсіріп алдым, жалынып. По идее, мен 30 000 теңге шығарып тұрған ол саналып тұрмын ғой, түсінесіңдер ма? Давай, тез болды. Бендіре мама үшін ғой, мен үшін емес қолын бәрі. Все, давайте, енді мама жұмыстан келген кезде жоқ болып қалсын, күшті настроение подарок етейік, сен ыдыстарды жуып мусор төк, сен үйді жинап шық, хорошо? Сен ше? Мен барып алып келген ба алдым деген сақинаны. Сендер мама үшін сендер, мен үшін емес бұл бәрі. Давай, ыдыс жу, сен давай үй жина. Мен алып келем алып. Сіздердің дүкендеріңізде бағалар қаншадан? Бағалар қымбат емес, әр апта сайын бізде студенттерге жеңілдіктер бар, және ақшаңыз жетпей жатса, Каспирет арқылы бөліп төлесеңіз болады. Сенде 20 000, менде 20 000, соны жеткізіп кеттік. Қайрат? Жатам. Сен анау киінетін ақшаны маған берші. Мен не киінемін сонда? Мен саған машинамды беремін, бір апта жүргізесің, қыздарға барасың. Точно? Сұрамаймын машинаны, сенікі болады. Давай, алды. Дамир. Ау. Сен мынау үстіндегі пальтоны алмай қойшы, мен ақшаны маған берші. Не үшін? Мен аяқта күшті куртка көрдім, соған ақша жетпей тұр. Братан, өзі. Зато мен саған машинамды беремін. Бір ай мен сен мазаңды алмай машина Точно ма, братан? Сенікі. Заттарым бір қалды, таксиге ақша қалды, кеттік. Братан, машина қақта? Айдауға берем деген маған. Маған бір айға берем деген. Маған берем деген. Бауырлар, ұрыспандар, машина ремонттан шықсын, сосын берем. Сен оғай праваңды алу керек. Жоқ, бауырым, шөт бересаш бізге? Ой, базар жоқ, тамақтарым мықты екен. Ой, ағаларын сыйлап бір шөт түрде жіберетіндерің бар ма? Все, братан, мен төлей салайын. Давай, сен төлей сал.
Тамаша болдыңдар ма? Все, счет сұрайсың алыңдар. Счет! Пожалуйста, счет! Ой-ой-ой. Бір ағаларыңды сыйлап, бір счет төлейтіндерің бар ма? Кеше мен төледім ғой, да төлесең, братан. Әке төлей салам. Тынысы бар дейді. Тамаққа бір жақсылап тұрып тойып алайық, не жейсіңдер? Жемеймін мен шеге, брат. Сен. Мен де жеймін. Точно ма? Официант маған, как обычно, әкеп бере салшы. Жемейсің ма? А? Счет бере салшы, бауырым. Ой, бір кішкене інілерімді риза қылайын. Інілерім көңілін табайын деп бүгін счетті өзім төлеймін деп ойлап едім. Ештеңке заказ алмадыңдар, бермедіңдер. Онда заказ берейік, брат. Жоқ, уақыт жоқ. Айтсаңшы.